14 ақпан әулие Валентин күні. Ал сен бұл күннің тарихын білесің бе? Бұл мереке ежелгі Риммен байланысты. 3 ғасыр Рим императоры Клавдий II сарбаздарға үйленуге тыйым салады. Себебі үйлі бала шағасы бар сарбаздардың соғысқа ынтасыз болады деп есептеген екен. Ал Валентин есімді дін қызметкері бұл бұйрыққа қарсы шығып, жас жұптарды жасырын түрде некелестіріп отырған екен. Бұл үшін ол тұтқындалады. 14 ақпанда өлім жазасына кесілген. Валентин түрмеде отырып, түрме қараушысының қызына хат жазған екен. Хат соңында сенің Валентиның деп қол қойған екен. Осыдан бастап ғашықтар хат алмастыру дәстүрі пайда болған. 5 ғасырда Рим папасы Валентинді әулие деп жариялап, 14 ақпанды ресми күн етеді. Ал орта ғасырларда Европада бұл күн махаббатпен түпкілікті байланыстырылады. Осындай қызықты ақпараттар ұнаса, маған тіркелуді ұмытпа.